Сәлеметсіздер ме? Информатика сабағы 8-ші сынып. Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы алғышартты цикл while. Оқу мақсаты: таңдау және қайталау операторларын программа өңдеудің кіріктірілген ортасында қолдану. Біз бүгінгі сабақта алғышартты while циклі туралы білетін боламыз. Сенің меңгеретінің Python программасында алғышартты циклді қолдануды үйренеміз. Оқушылар, өткен сабақта айтып өткеніміздей, Python программасында циклдердің екі негізгі типі бар. Оның біріншісі өткен сабақта айтып өттік, қайталау саны белгілі for циклі. Ал енді екіншісі бүгінгі сабақта өтетініміз қайталау саны белгісіз while циклі. Ал ендеше оқушылар, while операторының құрылымымен таныс болайық. While алғышартты цикл операторы және тексеруге арналған шарт while'дың қасында тұр. Цикл ішінде орындалатын әрекеттер цикл денесі. Ал ендігі кезекте оқушылар, блок схемамен таныс болайық. Ең алдымен бізге while операторы беріледі. Одан кейін бізге шарт беріледі міндетті түрде. Егер шарт ақиқат болған жағдайда, бағдарламаны басқару циклі цикл денесіне өтеді. Цикл денесі түрлі командалардан тұруы мүмкін. Ол оқушылар тапсырманың берілуіне байланысты болады. Цикл денесі орындалғаннан кейін бағдарлама циклдің басына өтеді, яғни while операторына қарай. Осылайша цикл денесі бірнеше рет интеграцияға ұшырайды. Интеграция дегеніміз, оқушылар, цикл денесінің бірнеше рет орындалуын айтамыз. Орындалып болғаннан кейін, интеграция болғаннан кейін, яғни шарт жоқ болған жағдайда, жалған жағдайда, бізге программа жауабын экран бетіне шығарады. Ендігі кезекте оқушылар Python программасын ашып, мысал ретінде есептер жазып көрейік. Мысалға, біздерге 1-ден 10-ға дейінгі сандарды экран бетіне шығару. Бізде программасын былай жазып көрейік. Print 1, print 2, print 3. Дәл осылай оқушылар print 10-ға дейін жазуға да болады. Немесе кейбір есептерде болады 1-ден 100-ге дейін, 1-ден 1000-ға дейін жазуға деп. Біздер олай жазу өте тиімсіз, ұзақ уақыт алады. Сол себептен бізге while операторының көмегі қажет. Оқушылар, біздер ең бірінші санап отыратын айнымалын енгізуіміз керек. Айнымал бізде I деп белгілеп аламыз, тең 0 дейміз. Бұл жерде 0 деп алсақ та болады, немесе 1 деп алсақ та болады. Мен 0-дан бастап алайын. Одан кейін міндетті түрде бізде while кетеді. While жаңа біз айтты, while операторының көмегімен жазып көрейік деп. While I кіші тең немесе 10-ға дейміз. Міндетті түрде қос нүкте болады, оқушылар. Одан кейін print дегеніміз, оқушылар, өзіңіз білесіздер, экран бетіне шығару. Біз I-ды экран бетіне шығарамыз. Енді оқушылар, бізде бұл жерде әр цикл орындалған сайын біз I-ды 1-ге арттырып отыруымыз керек. Біз оны былай жазамыз. I тең I плюс 1. I плюс 1. Енді оқушылар, біздер нәтижеміз қандай екенін көрейік. Окей. Бізде оқушылар 0-дан бастап міне 10-ға дейінгі сандарды экран бетіне шығарды. Ал ендеше оқушылар, тағы да бір мысал келтірейін осы жерде. Мен мысалға мына жерде 1 емес 2-ге арттырып отырайын. Ол кезде run көрейік нәтижені. Міне 2, 4, 6, 8, 10. Мысалға 3-ге арттырып көрейік. Run. Міне 3, 6, 9. Түсінікті болса, оқушылар, енді сіздерге тапсырма берейін. 1-ден 10-ға дейінгі жұп сандарды экран бетіне шығару. Оқушылар, өте дұрыс. Енді есебімізді тексеріп көрейік.
біз бағанағы программаны қалдырып, тек қана мына жерге біздер шарт қоямыз. If егер біздің айнымалымыз 2-ге қалдықсыз бөлінетін болса 0-ге, біз оны экран бетіне шығарамыз. Айды. Біз оны былай жазамыз. If I қалдықсыз бөліну бізде процентпен беріледі. 2 реттен қоямыз. 0. Міндетті түрде қос нүкте. Енді біз ранға тексеріп көрейік. Міне оқушылар, біздің нәтижеміз шықты. Жұп сандарымыз 2, 4, 6, 8, 10. Үйге тапсырма 1-ден 10-ға дейінгі сандардың қосындысын және көбейтіндісін шығару. Оқушылар, біздің сабағымыз аяқталды. Кері байланысты WhatsApp желісі арқылы берсеңіздер болады. Сау болыңыздар.